Саламатсыздар ма оқушылар? Сәлеметсізбе ағай. Отырыңдар. Көңілдер қалай? Сабаққа дайынсыздар ма? Оқушылар, үйге не тапсырма берілді? Үйге, аят, не тапсырма? Үйге қосымша әдебиеттерден талпыну және іздену туралы нақыл сөздерді жазу. Ал, тыңдайын, Алихан. Мен мақал жазамын. Көп еңбек еткенге бақыт басын береді. Әркім өзі талпынбақ басын бітер баға үшін. Екі еңбек еңсені сезбейді. Егін піспен қапсайла, ер айнаса еңбегі. Молодец. Ер айнасы еңбегі топырағын таппаған дән өнбейді. Егін піспей қап сайла, есесін қайтқан еңбек иті, игі еңбек еңсені сезбейді. Адал еңбекпен тапқан нан майды жығады. Алпыстың тәжі табандылық. Еңбек ырыстың қазығы, еңбек бақыттың атасы. Демалу үшін адал еңбекпен кету керек. Тіршіліктің ішкі сыртқы жағдайларын жақсартуға талпыну адам баласына тән нәрсе. Көп еңбек еткенге бақыт басын иеді. Адал еңбекпен тапқаннан майша жығады. Арамдық жолмен тапқан қазық арта жалаңша шығады. Ер айнасы еңбегі. Әркім өз табынбақ басынан бітер баға үшін талпын стажы табандылық. Саналы да ерікті еңбек қана адамды бақытқа кенелтеді. Көп еңбек еткенге бақыт басын иеді. Жасынан іздеп үйрен әр іс жөнін, іздеп талаптанып білім кенін. Көп еңбек еткенге бақыт болсын еді. Талпыныс тәжі табандылық. Екі еңбек еңсені сүртпейді. Егін піспей қапсайлы. Жақсы. Бірінші сұрағым, Абай атамыздың өзі-өзіне есеп бер деген ойын қалай түсінесіңдер? Қалай түсінесіңдер? Менің ойымша Абай атамыздың өз-өзіне есеп бер деген ойының мағынасы ол біз өз-өзіне мақсат және амал қою керекпіз деп ойлаймын. Менің ойымша Абай атамыздың өз-өзіне есеп бер деген сөзіміз өзіне мақсат қою керек, өзіне жаңа қадам басу керек деп ойлаймын. Жақсы, керемет ғой. Ал екінші сұрағым, уақытты тиімді пайдалану үшін не істеу керек деп ойлайсыңдар, Аяна? Уақытты тиімді пайдалану үшін біз мысалы бос уақытқа кетіруіміз керек. Мысалы біз ұялы телефонға қарамай, біз мысалы кітап оқып, ата-аналарымызға көмектесіп, өзіміздің үй жұмыстарымызды жасап, біз тиімді өзіміздің уақытымызды тиімді өткізуіміз керек. Ал ұялы телефонға қарамай. Жақсы, молодец. Менің ойымша біз жақсы іс істеуіміз керек және уақытымызды тиімді бағалауымыз керек. Өйткені уақытты біз қайта ала алмаймыз. Жақсы, молодец. Ал үшінші сұрағым, күн тәртібін қалай жоспарлауға болады? Күн тәртібін қалай жоспарлайсыңдар жалпы? Күн тәртібін былай жазу. Сосын мектепке 8-де басталады сабақ. Онда 7:45-те келу керек. Сосын обедті түскі асты 1-де немесе 12-де ішу керек. Және кешкі асты 5-6-да, сосын жатқанда 9-да немесе 8-де. Дұрыс, Әлібек. Күн тәртібін көбінесе балалар былай жоспарлайды. Алтыда тұру, бетіңді жуу, тамағыңды ішу, содан кейін киініп дайындалу, мектепке бару, мектептен кейін үйге келіп тамағыңды ішу, үй жұмысыңды жасау, содан кейін ата-анаға көмектесу, содан кейін демалу ұйықтаймыз. Күн жоспарлау үшін уақытқа қарап жоспарлау керек. Өйткені уақыт тез өтеді. Сондықтан біз уақытқа қарап
жоспарлау керек. Молодец, отырған. Ал енді оқушылар, осы сұрақтарға байланысты бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы қандай деп ойлайсыңдар? Менің ойымша бүгінгі сабақтың тақырыбы ол уақытты тиімді пайдалану. Жақсы. Сағдар қандай ойлар? Менің ойымша бүгінгі сабақтың тақырыбы ол бос уақытты тиімді пайдалану. Менің ойымша бүгінгі тақырыбымыз өз уақытты бағалау керек. Дұрыс айтасың. Жалпы барлықтар ойлап жүрміз, балалар. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы уақыт алтыннан қымбат оқушылар. Бүгінгі сабағымыздың мақсаты тыңдалған мәтін мазмұны негізінде сұрақтарға жауап беру, көтерілген мәселе бойынша өз ойын білдіру, жұрнақ арқылы жасалған туынды сөздерді және күрделі сөздерді ауызша және жазбаша түгел барысында қолдану. Бірінші топ дәуір тобы, екінші топ уақыт, ал үшінші топ ғасыр тобы. Ал енді осы топтан әрбір топ басшы өзінің тобындағы оқушыларды бағалау парағына бағалаймыз. Жақсы. Барлық топтан әрбір топ басшы қатысып тұрған оқушыларды бағалаймыз. Ондалық ұпай бойынша бағалаймыз әрбір тапсырмада. Ал енді бірінші тапсырмаға назар аударсақ, бірінші тапсырма вортфол әдісі арқылы сұрақтарға жауап береміз. Бірінші топтан Алихан Яшық таңдасаңыз. Бірінші Яшық. Түбір сөзге мысал келтіріңіз. Түбір сөзге мысал бұл мысалы дос жалғанса онда ол достық. Бірінші топтан тағы бір оқушы Яшық таңдаса. Медина. Үшінші Яшық. Түбір деген не? Түбір деген мысалы дос, ол түбірі. Және де оған қасына жалғау жазылады. Дос, та. Жұрнақ жалғау. Ал үшінші біріккен сөзге мысал келтіріңіз. Бүгін Тасбақа бүгін күні, қысты күні өнеркәсіп. жақсы. ақш біріккен ұлттар ұйымы, қазақстан республикасы, қытай халық республикасы қандай сөздерге жатады? Қандай сөздерге жатады? Қысқа сөздерге. Қысқа сөздерге. Ал екінші топтан Яшық таңдаса Раяна. Бесінші Яшық. Тасбақа, қысты күні, қарлығаш қандай сөздерге жатады? Ол басқара біз кесіпке. Аят, Яшық қандай? Сегізінші. Күрделі сөздер неше түрге бөлінеді? Күрделі сөздер төртке бөлінеді. Біріншісі ол біріккен сөз, екіншісі қос сөз, үшіншісі ол қысқартылған сөз, төртіншісі ол тіркесті сөз. Сізге мысал келтіріңіз. Қазақстан Республикасы. Қалай? Келесі үшінші топтан. Қандай? Сәлемі? Қандай? 65 саралар келе жатыр. Станцияға қандай сөздерге жатыр? Олар тіркесті сөздерге жатады. Келесі Яшықты Бекежан. Төртінші Яшық. Қос сөзге мысал келтіріңіз. Қос сөзге мысалы ата-ана, Тоғызыншы Яшық. Тіркесті сөзге мысал келтіреміз. Ал біз сары ала келер. Дұрыс айтасың.
салыстырмаймыз. Яғни елбасы балалық шағын өздерінің балалық шақтарында Вен диаграммасы арқылы салыстырамыз. Оқымаған о бастан жеңіл тиді. Сөздің реті келгенде айта кетейін. Мен бірінші сыныпқа барғанда біздің жеке өз етікке түсіп қыстауға бірақ оралатын. Сондықтан да 4-ші сыныпқа дейін әкемнің інісінің үйінде жатып оқуыма тура келді. Әдетте мені мектепке баруға әтештің шақыруынан қарап оятатын. Сағат дегеніңіз атымен болмайды. Ұйқылы көзбен қалың қарды омбылап 6-7 шақырым жол жүріп мектепке жететінмін. Жеткен кезде кейде сағат әлі 5 не 6 болып шығады. Өздерінің балалық шақтарында Вен диаграммасы арқылы салыстырамыз. Бұл тапсырмаға 3 бай қойылады және де 5 минут уақыт беріледі. Елбасы оқыған кезде кішкентай кезден бастап еңбектенді. Оларды уақыт және де олар уақытты үнемдеді. Олар даже мал қораға үйлері жоқ, кішкентай кезінде мал қорада болса да сабақ оқыған. Бүткіл уақытын мал қорада сабақ оқып, малдарды бағады. Олар екеуі де мектеп және олардың ұқсастығы екі мектепте көп еңбек тартынады. Қазіргі университетте технология өте қатты дамыған. ал бұрынғы мектепте шам және орындықтар жасалған. Мектеп ол бізде технологиялар бар, жаңа пәндер және тағы да бәрілері бар. Олардың екеуі де ұқсастығы, оларда екеуі де одақтардан болады. Бұрынғы мектептер оларда шамы жоқ, орындықтар аз болған, ескі кітаптар және олар мектептердің өзі саны аз және өте алыс болған. Мектеп ол кезде балалар өз уақытын тиімді пайдаланады. Олардың өмірінің жартысы мал бағумен өтеді. Түнде ғана сабақ оқиды. Сосын өздерінің сабағын өте жақсы оқыған. Олардың мектебі алыс басқа бір жақтарда болса да, олар бір амалын табады. Олар бос уақытында кітап оқып, үй жұмыстарын жасаған. Олар керек заттың бәрін кітапханадан оқып алады. Қазіргі мектеп, олар мектептер әртүрлі қалалардың шеттерінде бар. Қазіргі мектептер жақын және көп. Қазіргі мектептерде технологиялары дамыған. Және оларда көп кітап оқымайтын, себебі қазір интернеттен сабақ оқи алады. Ұқсастығы уақыттың тиімді пайдалануы, кітапханада көп кітапты алады. Жақсы.
мән мағынасыз. Я, дұрыс, керемет. Еркежан. Оқу өнер, мән мағынасыз, қару-жараққа ағым парасат. Дұрыс. Молодец. Қайтып болды тағы да. Әлбек. Оқу өнер, қару-жарақ, оқу, мән мағынасы, жақсарту, оқу парасат. Я, дұрыс. Аят. Оқу өнер, қару-жарақ, ақыл парасат және мән мағынасыз. Ал күрделі сөздер ол әрдайым және белгісіз. Я, дұрыс. Аят. Оқу өнер, қару-жарақ және ақыл парасат. Бұл қандай сөздерге жатады? Күрделі сөздер. Күрделі сөздерден олар қос сөздерге жатады. Медина. Қару-жарақ, оқу өнер, ақыл парасат, Алихан. оқу өнер, ақыл парасат, қару-жарақ, олар барлығы қос сөздер. Я, Ержан. Оқу өнер, қару-жарақ, оқу, ақыл, парасат. Я, дұрыс. Керемет, дұрыс орындапсыңдар оқушы. Қымбат деген сөзді қосып достарыңа хат жазасыңдар. Уақыт алтыннан да қымбат деген. Мысалы, да өбіретіне берген, уақыт алтыннан да қымбат деген өміріңіздің әр сәтін қызықты әрі мәнді етіп өткізіңіз деген сияқты өздерінің жақын достарына хат жазамыз. Ал екінші топтікі ештен кеш жақсы деген ғой, сені өткен тағылыммен құттықтаймын деп. Ештен кеш жақсы деген сөзді қосып достарына хат жазасыңдар. Ал үшінші топтікі уақыт емші демекші, уақытымды жоспарлауды бүгіннен бастап қолға аламын деген сөзді қосып жазасыңдар. Уақыт емші деген сөзді қосып достарына хат жазасыз. Ал бұл тапсырмаға берілетін уақыт 3 минут 2 ұпай қойылады оқушылар. Төртінші тапсырма бойынша бірінші топтан Медина болыпты. Сәлем әлеке, уақыт артынан да қымбат деген сөзді қалай түсінесің? Мен оны былай түсінемін. Уақыт зымыран, сондықтан уақытты бағалайық. Уақыт әр адамға біреу, оның бағасы алтыннан да қымбат болады. Ал алтын ол көп, ал уақыт ол бір. Сәлем Тоқсын, сен білесің бе, әркім адам баласына уақыт берілген. Уақыт ол бақыт, бірақ оны бәрі білмейді. Уақытымызды бағалай білуіміз керек. Уақытта біз күнін көтеріп бақытты өмір сүре аламыз. Барлық адамдар уақыттың қалай тез өтіп жатқанын байқамайды. Ал ескі сәттерді қайтару мүмкін емес. Өйткені олар өтіп кетті. Сол үшін уақыт алтыннан да қымбат. Сау бол. Екінші топтан Аймана. Сәлем Еркежан, өткен туған күніңмен құттықтаймын. Саған зор денсаулық, өмір, бақыт тілеймін. Сен бұлай сияқты белсенді оқуға тілеймін. Туған күніңе келмесең кешір, тағы да өткен туған күніңмен бекер етпеген. Ештен кеш жақсы деп. Дұрыс, молодец. Аят. Сәлем досым, бүгін мен уақытымды босқа өткіздім. Сабақ оқымай телефон қарадым. Уақытты тиімді пайдаланмай үй жұмысын бітірмедім. Бірақ мен жаңа жүрісте үй тапсырмасын бітірдім. Ештен кеш жақсы деген осы екен. Сәлем Сулейман, қалың қалай? Менікі жақсы. Мен сен туған күніне келгенін кешір. Мен сол кезде бос болмағанмын. Келесі туған күнінде келемін. Ештен кеш жақсы сол. Үшінші топтан Аймана. Сәлем достым, қалың қалай? Уақыт емші деген екені рас па? Қалай ойлайсың? Мен үшін себебі адам бір нәрсеге үйреніп қалса, оны уақыт емдейді. Себебі уақыт өткен сайын адам ренжісін ұмытады. Мен де адамдарға ренжісем, мен оны ұмытамын. Ал енді келесі сабақтың мақсатына жеттік деп ойлаймын оқушылар. Бүгінгі сабағымызда түсінгендеріңізді түсіндіріп қандай ой тудық, соны әрбір топтан бір топ басшыдан тұрып айтып кетсек, бүгінгі сабақтан не түсіндік?
не қиын болды саған? Мен бүгінгі сабақта уақытты алтыннан қымбат екенін түсіндім. Әр адам өз уақытын бағалау керек екенін түсіндім. Мен бүгін түсінгенім бұл уақыт алтыннан қымбат, өйткені уақытты қайтара алмаймыз. Әлбек. Мен бүгінгі уақытта оны босқа кетірмеу үшін оны қалай жақсы пайдалы іске қолдануға болады, сол туралы Аян. Мен бүгінгі сабақта уақытты босқа өткізбеуді және уақытты қалай тиімді өткізуге болатынын және мен әртүрлі тапсырмадан уақыт туралы ойлаймын. Мен бүгінгі сабақта уақыт алтыннан да қымбат дегенді түсіндім. Себебі рас айтады, уақыт алтыннан да қымбат, себебі біз уақытты тиімді пайдаланып, оны жақсылап тұрып өткізуіміз қажет. Көбінесе маған тапсырмаларда Вен диаграммасы, қазіргі мектеп және ертеңгі мектеп туралы Вен диаграмма маған қатты ұнады. Сабағыңызға рахмет. Саған керемет. Үшінші топтан Амина. Мен бүгінгі сабақта уақыттың қадірі зор екенін, уақытты тиімді пайдалану керек екенін түсіндім. Тағы да мен елде біздің ең бірінші президентіміз қиыншылық көрсе де, бірақ ол сабағын оқуға тырысқан. Ол сабағын жақсы оқығанын білдім. Мен де сабағын жақсы оқуға тырысқан. Ал енді оқушылар жұлдызды баспалдақ әдісі арқылы әрбірімізге институтте берген мәселеге сабақ сүндегі жалпына рефлексиялар жасаңдар. Қабылайсың, сол туралы келсең. Әрбір топтан қай тапсырмаға жақсы қатысты. Сол туралы келсең. Бізде барлығы 10 балдан алды. Ержан честно істегендіктен 2 тапсырма жауап берді, сонда Ержанда 5 балл болды. Маған өзімнің топтағы балаларым қатты ұнады. Себебі олардың тапсырмаларында сөйлегендері де маған қатты әсер етті. Сондықтан мен оларға да барлығына 10 балл қоямын. Молодец. Амина? Маған өз тобындағы адамдардың сөйлегені ұнады. Олар тапсырманы айтпаса да, бірақ олар оны жасап отырды. Маған олардың сөйлегені де бәрін ұнады. Жалпы деген тақырыпта есте жазып келеміз. Сөз саны 56 болсын. Бүгінгі сабаққа қатысқандарыңа көптен көп рахмет. Сау болыңдар.